ендеше давайте біз бүгін мама және қорқыныштар терапиясын жасаймыз. Неге? Өйткені бізде көбінесе сепарация, по-любому ата-анаңызбен, анаңызбен тұратын болғаннан кейін сепарация болу қиындау болады. Сепарация, даже мысалға бөлек тұрған адамдардың өзінде эмоциональный сепарация жоқ. Спасать ету оны, навязывать ету, оған бір көмектескіңіз келу, оны бір андай үйтсе екен, бүйтсе екен деген сияқты өзіңіздің бір претензия ғой сізде, түсінесіз ба? Это ваша претензия, и потом сол нәрсеге сіз андай мынандай қылса екен, мынандай қылса екен деп ақыл айтып жатырсыз. Если сізде полностью принятие болса, реально ештеңесіне қарамайсыз ғой. Она сама знает. То есть каждая ситуациядан уже инсайттар, иә? Негізі инсайт алып, сол нәрсені принимать ету, это самый этот уровень бізде. Құдай қаласа. Егер де біз өмірімізде болып жатқан ситуацияларды анализ жасап, инсайт алмайтын болсақ, онда просто бір өмір сүріп жатырмыз. Иә. Аллах тағала ештеңені кеш қылмайды, ештеңені ерте қылмайды. Сол сияқты Құдай қаласа өзіңіздің де бір неңіз бар, который принц на белом коне дейді, тура сол сияқты. Кеш емес, иншалла бір өзінің уақытысы бар. Бірақ біз оған саналы тұрғыда өзіміз дайын болуымыз керекпіз. Так, давайте кеттік терапияға онда. Мама және қорқыныштар. Жайлы отырып аламыз, аяқты түсіреміз. Айқастырмаймыз, аяқ қол ештеңе айқастырмаймыз. Терең демалып дем шығарамыз. Бисмиллах. Жоқ. Мамаға жақындағыңыз келе ме, әлде алыстағыңыз келіп тұр ма? Жақындағым келіп тұр. Қазір енді алдыңызда мама тұр. Көзін жұмамыз. Чувствовина қай жерде тұр? Тамақ пен матканың арасында. Тамақта. Қандай цветте? Жаңа 8 жаста таптық қой. Дәл сезіну кімдікі? Айттыңыз, мамаға барыңызда, мама. Өзіңізге қайтарып беремін. Мен сізге қайтарып беремін. 26 жыл бойы көтеріп, мен шаршадым. 26 жыл бойы көтеріп шаршадым. Дальше менің қолымнан келмейді. Дальше қолымнан келмейді. Форма, килограмм, вес, цвет барлығын елестетіп тұрып шығарып беріңіз. Аузыңыздан шығып жатыр ма? Қалай шығып жатыр? Шығарып беріңіз. 1 грамм остаток қалдырмаңыз. 1 грамм остаток қалдырмаңыздар. Осының барлығы сізге жоғарыдан түсіп жатқанын елестетіңіз, да? Давайте дұға етейік. Анамның сезімдерін білмей алып қойғаным үшін кешірім сұраймын. Анамның сезімдерін білмей алып қойғаным үшін кешірім сұраймын. Анамның сезімдерін өзіне қайтарып беремін. Анамның сезімдерін өзіне қайтарып беремін. Өз сезімдерімен бақытты ғұмырымды кешемін. Өз сезімдерімен бақытты ғұмыр кешемін. Вдох и выдох. Рахмет айтыңыз. Көзімізді ашамыз. Бұл біздегі психосоматикалық терапия. Өйткені бізде, неге мен айттым, матка мен тамақтың арасында дедім. Потому что бізде, когда осындай эмоция бірдеңелер болады, ғой, кешеде прям эмоция қатты көтерілді. Сондай сәтте бізде көбінесе алады да. Қандай бола ма? Біреумен ұрысып қалсаң, бірдеңе болып қалсаң, тамақ ішкің келмей қалады, ше. Бар ғой ондай адамдар, дұрыс па? Тамақ ішпей қойды, либо тамақта чересчур переедание қылып тастайды. То есть не деген сөз? Матка мен тамақтың арасында бізде қандай да бір ситуация болған кезде, проблема болған кезде, не істейді ол? Алады да, мына жақтады да, хоп, қысылып қалады. Ол жерде нәрсе не болып тұр? Через чувство вины бір өзіңіздің бір ситуация жасайсыз да, соның кінәлі сезімін сіз қатты оят жібересіз. Либо сіз тағы да бірдеңе істейсіз, содан қорқынышыңызбен соны оят жібересіз. Көрдіңіз, сіз өзіңіздегі сол сезімдерді оятқан сайын, ол сезімдер қайдан келді? Түсіну керек та бізге. Ол сезімдер қайдан келді? Мысалға, чувство вины ол кімнен келді бізге? От мамы, да?
Потому что Жанерке тап-таза аппақ болып келген неге. Но ол не істеді? Жанындағы адам арқылы эмоцияларын ала бастады. Көрдіңіз бе? Сол үшін де каждый раз, если тәнімізде сол болсын дейтін болсаңыз, онда шынымен де өзіңізге қатысты емес сезімдерді қайтарып берген дұрыс. Реально. Бізге вообще керек емес. Вообще. Білесіз ба? Мысалға, например, айтайық та, бала анасының қалауымен оқуға түседі. Я? Ладно деп оқуға түседі, жұмысын жасайды, жүреді. И бір момент айтады, мен кіммін, не істеп жүрмін деп, уже өз-өзіне сұрақ қоя бастайды. Өзін іздене бастайды. Осы қай сәтте? Когда ол шынымен де өзін танимын деген шынайы позициясы, өзінің ішкі құндылығы оянған сәтте. Мен кіммін, не істеп жүрмін, кімнің сезімдерімен жүрмін деп айтқан сәтте. Көрдіңіз ба? Іштегі намысты оятқан сәтте. Намысты оятатын болсаңыз, айтайын, бүкіл нәрсені жасайды. Өйткені біз намысшылмыз ғой. Сол үшін де намысты оятып тұрып, когда все, я не буду так делать деп уже шынымен осознанно қылатын болса, ол иншалла міндетті түрде нәтижесін алады. Көрдіңіз ба? Так, сұрақ. Сұрақ жоқ қазір. Қазір мен нені байқап тұрмын? Обслушанность. Өткен терапияға қарағанда более принятие. Бүгін папа істемейміз, но маманың өзіне біраз уақыт кетеді. Маманы істеп біткеннен кейін папаны бастаған кезінде папаны жасайсыз. Хорошо? Получается, сізде қазір күшті, который маманы бірінші бітіріп аласыз, потом яқтан папаны істейсіз. Біраз уақыт өткеннен кейін. Хорошо? После терапия келесіз. Мамаға әлі бар ма сонда? Ау? Мамаға әлі бар ма? Жоқ, мама осымен бітті. Мамаға енді алдағы уақытта эмоциялар көтеріліп жатса, жаңа психосоматикалық жағынан терапияны қосып жібере беремін арасында. Мини терапияларды, хорошо? Өйткені мен психосоматикалық жағынан терапиялар барлығына керек деп айтамын. Біз өте қатты не халықпыз ғой, удобный халықпыз ғой, бәрін ішімізге жұта береміз ғой. Жұтқан сайын не болады анау? Жабыса береді ғой. Мысалы, мен көп ойланатын бір сұрақ бар да. Мен мамаға какой-то момент жақсы көремін деп айта алмай қалдым. Сыйлық та сыйлай алмай қалдым. Какой-то момент. Мысалға? Элементарно месие бар етенші. 1 январда оның туған күні болды да. Мен мамамен қатар екен ғой. 1 январ ма? Классно. Біз ауылға бардық. Ауылда тойладық. Но мен өзімнің атымнан ештеңе берген жоқ. Мамаға? Иә. Не үшін? Білмеймін. Андай, сол жаңағы блокнот туралы айттым ғой. Содан кейін бере алмай қалғам. Сол жердегі қанша жасасыз? 2-ші курс қой, 19. Сол жерде Жанерке сынып қалған сияқты. Өйткені ол күшті махаббатпен алып келді ғой. В конце не болды? Ана блокнот әр жерде мусорда жатып, бір күн может вообще туалетке шығып кетті да. Әлі тұр. Әлі тұр ма? Оралған пакет әлі ашылмаған. Давайте сол блокнотты алып гештальт жабайық. Жанерке, ты достойна самого лучшего. Түсінесіз ба? Сөйтіп уже өз-өзіңізді шабыттандырып алдыға қарай көтересіз. Қазір задача прогулка. Қазір ақшамға дейін қараңғы болып кетеді. Қазір шығып, қараңғы болғанша прогулка жасап, ары қарай офиске барасыз ба, үйге қайтасыз ба, бірақ прогулка жасау керек. Хорошо? Бұл нәрсе өте қатты маңызды. Просто айнала қарайсыз, ойланасыз. Өміріңізге анализ жасайсыз.
Так, давайте тогда на этом все.